Ертеде адамдар кең далада бөлек-бөлек өмір сүрді. Әрқайсысы өз тіршілігін жасап, өз қауымын қорғаумен болды. Уақыт өте келе, олар бірліктің күші зор екенін түсінді. Әртүрлі топтар бір орынға жиналып, ортақ өмір құруға шешім қабылдады. Адамдар бірігіп, үлкен қауым қалыптастырды. Бұл қауымда әр адам өз орнын тауып, бір-біріне сеніммен қарады. Ақылгөй үлкендер тәртіп пен әділдіктің маңызын түсіндірді. Әр істің өз ережесі бар екенін бәрі қабылдады. Дау туған кезде адамдар сабыр сақтады. Олар мәселені сөзбен шешіп, ортақ келісімге келуді үйренді. Барлығы бірігіп еңбек етті. Әркім өз міндетін адал атқарып, ортақ іске үлес қосты. Тәртіп орнаған жерде тыныштық пайда болды. Қауысым өз мүшелерін қорғап, қауіпсіз орта қалыптастырды. Балалар еркін ойнап, күлкіге бөленді. Үлкендер еңбектің жемісіне қуанып, болашаққа сеніммен қарады. Осылайша заң мен тәртіпке негізделген бұл қауым күшейе түсті. Бірлік пен өзара құрмет олардың басты құндылығына айналды. Күн өткен сайын бұл қауым өсіп өркендеді. Ол ұйымшыл, тату, әділ әрі болашағына сенімді берік ұлысқа айналды.